Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Бейнеу ауданының әкімі Бейнеубек Әбілов. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы. Сізге қояр 10 сұрағым бар. Қарсы емессіз ғой? Қарсы емеспін. Еңбек жолыңызды 1995 жылы осы Ақтау қаласының әкімдігінде маман болып бастадыңыз. Сол кездегі жас маман Бейнеубекпен қазіргі ел басқарып отырған әкім Бейнеубектің айырмашылығы бар ма? Жалпы не өзгерді? Өзгеріс әрине бар. Енді ол кезде 95 жылы біз 20 жастағы жігітпіз. Студенттік кезімде мен осы жұмыс жасап бастадым. Енді 20 жастағы жігіт көкірегі қиял мен арманға толы жас жігітпіз. Бүгінгі таңда енді жан-жағымызды, оң-солымызды білген, жасымыз 40-тан асқан азаматпыз. Қызметіміз бар. Бала тәрбиелеп отырмыз. Өзгешілік бар енді әрине, бірақ енді көңіл қартаймайды дейді ғой. Дегенмен өмірдегі күнделікті қызметің адамды қалай болғанда өзгертеді. Басқа уақытқа халыққа үлгі болатындай жағдайда жүруге сондай талаптары бар. 20 жасымда жұмыс жасауға мен кірістім. Студент кезімде 4-ші курста, 3-ші курста оқып жүрген болуым керек. Спортпен айналыстым. Спортпен айналысып жүріп, үйімізде сол кездің өзінде 3-4 студент болды. Сосын жұмыс жасап табыстау керек болды. Сосын өзімнің тренерім Мансуров Борис Емалиевичке өтініш жасаған. Мен жұмыс жасауым керек. Ата-анама енді көмектесуім керек. Көмектеспегенде әйтеуір салмақ салмаудың амалы студент болғаннан кейін. Соны сөйтіп Ақтау қалалық ол кезде ол мекеменің атауы спорт және туризм бөлімі дейтін болды. Коррида дейтін бастығы болды. Сол жерге жұмысқа орналастым. Жас маман болып. Жыл жарымдай сол жерде жұмыс жасадым. Студент болып жүріп. Таңертең жұмысқа нешеде келесіз? Бізде енді ауданда бүгінгі таңда мемлекеттік қызметшілердің өзінің шектеулі мерзімі бар ғой. 9-да басталады, 6:30-да жұмыс уақыты бітеді. Дегенмен біздер жұмыс уақытымыз әкім болғаннан кейін де, болмаса барлық ауданға жауапты болғаннан кейін нормасы жоқ деп айтуға болады. Күні-түні біздер жұмыс жасауға дайынбыз. Ертең 8:30-да жұмысқа барам. Кешке 1-де 7-де, 1-де 7:30, 1-де 8-де. Ол енді жұмыстың көпшілігіне сондай темпіне байланысты. 2017 жылдың 25 қыркүйегінде аудан әкімі болып тағайындалған Бейнеубек Әбілов Бейнеу ауданына қандай өзгеріс әкелді? Енді менің алдымда басшы Әзірхан Басшы Айжанағұл дейтін азамат 27 жыл ауданды басқарды. Мен барғаныма 2 жыл болды. 2 жылда аудан орталығына, ауданға не керек, біздер халыққа сұраныс, анкетирование жүргіздік. Ірі кәсіпорындардың басшыларымен келісіп, ауданға не керек деген сұраныс жолдадық. Кинотеатр жоқ екенін анықтадық. Жүзу бассейн жоқ екенін анықтадық. Көптеген қайғылы жағдайлар болған. Азаматтар балдары Ақтау қаласына келіп, теңізге түсіп, жүзу білмегендіктен, болмаса басқа да жағдайларда теңізге кетіп қалып жатқан жағдайлар бар. Содан соң енді халықтың сұранысы, тұрғын үй мәселесі бар. Союз тарағалы көп пәтерлі тұрғын үйлер салынбаған. Бірақ енді мемлекеттік бағдарламамен 4 басты 1 этажды үйлер салынып отқан. Олар енді шеткері жерге орналасқан азаматтарда орталыққа келу қиын дегеннен кейін біздер осы орталықтан үй салу мәселесін көтердік. Бүгінгі таңда енді іске аспай тұрған бір құрылыс нысаны бар. Дегенмен енді біздер қазір жобалық сметалық құжаттамасын дайындап отырмыз. 27 пәтерлік 3 блоктан тұратын 81 пәтерлі үйдің жобалық сметалық құжаттамасын дайындап жатырмыз. Келесі жылы бұйыртса сол сұраныс жолдап өтінішіміз қолдау табатын болса құрылыс салынады. Ауылдың кәсіпкерлерін жинап, кім қандай инвестиция құя алады, сондай сұраныстар жолдадық. Енді ішінде осы облыс мәслихатының депутаты, аудан көлемінде белгілі кәсіпкер Бораш Рабим дейтін азамат. Сол азамат мен бассейн салам. Ішінде тренажерный зал салам деп айтып, қазір енді стандартқа сәйкес 23 метрлік ауданымызда бассейн салынды. 500 шаршы метр болатын стрит воркаут
зонасын салдырдық, мұз айдынын салдық. Мұз айдынында қыстың күні жастар, балалар келіп коньки тебеді. Қай әлеуметтік желіні пайдаланасыз? Және оны не үшін пайдаланасыз? Өзіңізді насихаттау үшін бе, әлде достарыңызбен қарым-қатынас жасау үшін бе, жоқ әлде басқалай себебі бар ма? Әлеуметтік желіде әр әкім белсенді болу керек, халықтың мұң-мұқтажын әлеуметтік желі арқылы біліп отыру керек. Сондықтан біздер бүгінгі таңда өзімнің тікелей Facebook желісінде парақшам бар, аудан әкімдігінің парақшасы бар, Telegram желісінде өзіміздің аудандық әкімдіктің каналы бар. Халықтың толғандыратын сұрақтар барлығын біз сол жерден байқап, қадағалап отырамыз. Қойылып жатқан сұрақтарға, болып жатқан мәселелердің барлығын сол жерден танысып біліп, құзыретіне жататын мемлекеттік органдар жауабын беріп жатады халыққа. Халықпен енді тығыз қарым-қатынас бүгінгі таңда бар. Қабылдаулар өткіземіз, енді ол тікелей міндеттеріміз ғой. Енді осындай халықпен жақын болу мақсатында әлеуметтік желіде біздер белсенді болуға міндеттіміз бүгінгі таңда. Үстел теннисін жақсы көреді екенсіз. Және ит асырайды екенсіз. Иттеріңіздің бағасы қанша? Ит дегенде енді бала кезімізден біздер сол ата-анамыз үй жануарларын бағып, соған бауылды. Есімізді білгелі үйімізде ит болды. Туған жеріме Бейнеуге барғаннан кейін жер үйде тұрамыз. Өзіме ит бағуды шешім қабылдап, былтыр лабрадор дейтін тұқымды ит бар. Құны 70 мың теңгеге мен өзім Атырау қаласынан сатып алдым. Соны алып келіп, енді бағудамыз, балашағымыз қызықтайды. Достықты, ойынды жақсы көретін, ойыншыл сондай ит. Итшіл ит. Оны таможняда, болмаса шекарашылар, ізкесуші ретінде наркотик іздеуге пайдаланады бұл ит. Бұл енді жалпы бір жақсы қасиеті собака поводырь дейді, соқыр адамдарға, болмаса естімейтін адамдардың қасына жолдас болуға жақсы. Сосын кішкентай балдармен ойнап, көңіл көтеруге өте жақсы тұқымдағы ит. Сенімді серік. Сенімді серігі. Сондықтан сол итті таңдап, мен қазір бүгін таңда лабрадор тұқымдас итіміз бар үйімізде. Сол бір ит қойсын. Менде бір ит. 4 баланың әкесі екенсіз, көз тимесін. Атаулы әлеуметтік көмек аласыз ба? Жоқ, әлеуметтік көмек алмайды. Бүгінгі күндегенде атаулы әлеуметтік көмекті есептеген жағдайда менің табатын табысым біздің жанұямызды толықтай қамтамасыз етеді. Қажет енді ондай отбасының қатарына кірмейміз, әлеуметтік көмек алмаймыз. Бірақ енді келесі жылы 1 қаңтардан бастап 20 жылы барлық көпбалалы аналарға әлеуметтік көмек, жәрдем ақы, көмек емес, жәрдем ақы тағайындалады деп жатыр. Соған енді менің жолдасым жалпы Бұйырса ілінеді. Алуға ілінеді деп ойлаймын енді. Қазіргі заң нормалары толыққан шыққаннан кейін оның барлығы белгілі болады. Балаларыңыздың туған күнін айтып бере аласыз ба? Үлкеннен бастап айтсаңыз. Үлкен ұлым 12-де, туған күні 11 қаңтар. Одан кейінгі Талжыбек деген қызым бар, оның туған күні 2 қыркүйек. Одан кейінгі балам 26 август. Содан кейінгі ең соңғы қызым сәуірдің 4 мекені, 3 мекен, 4 болу керек. Сәуір айын 4 болу керек, сол Бейнеуге барғанда дүниеге келді 2018 жыл. Уәдені көп бересіз бе? Уәдені көп бермеймін, уәдені берсем, орындауға тырысамын. Былтыр біздің аймақта асар қайырымдылық акциясы өтті. Сол кезде сал ауруына шалдыққан 11 жасар Рауан Бектұрғанов есімді оқушыға үйінің қасынан бір бөлме салып беремін деп уәде етіпсіз. Сол іске асты ма? Уәдемді орындадым. Жерде қосымша бір бөлмесін салып бердік Рауанға. Жаңа жылда барған кезде жасаған өтінішін енді қыстың күні мүмкіндік болмады, бірақ 2018-дің
жазында күн жылынғасын біз салып бердік. Енді оны әлеуметтік желіге шығарып жариялаған жоқпыз енді шындығына келгенде. Қазір қандай кітап оқып жүрсіз? Қазір енді әлеуметтік желіге сүйенеміз. Сосын өзіміздің ауданымыздан шыққан жазушылар бар, ақындар бар. Осы Нұргүл Маулина, Асылбек дейтін Жаңбырбаев, Айнахан Есет дейтін апамыз бар, Сәрсен Қадыр дейтін азамат бар. Көпшілігі сол азаматтардың кітаптары. Содан кейін кеше соңғы рет осы Төлеп ауылының 50 жылдығы болды. Сол жерде ауылға арнаған кітабы бар. Сол елдің азаматы Амантурлен Оңайбек дейтін ағамыз. Сол кісінің кітабын оқып, ауылмен танысып отырмын қазір, тарихымен. Есіміңіз өзіңіз басқарып отырған ауданмен аттас. Бейнебек деп кім қойды? Енді менің ата-анам Маңғыстау ауданында Ақшмар Оқызан дейтін елді мекен бар. Сол жерде туып өскен. Жұмыс бабымен әкем дәрігер. Маңғыстау ауданының орталық Шетпе селосында қызмет атқарып жүріп, осы ұсыныспен Бейнеу аудандық теміржолшылар ауруханасына бас дәрігер болып барды. 73 жыл аудан құрылды, Бейнеу ауданы. Сол жыл барғаннан кейін 75 жыл мен дүниеге келдім. Сол кездерде атамыз Әбіл деген кісі келіп, өзінің келінің аяғының ауыр екенін байқап, сосын енді мына Бекет атамыздың 5 мешіттің бір мешіті осы Ескі Бейнеу жерінде орналасқан. Егер дүниеге ер бала келіп жатса, атын Бейнеу деп қоярсыңдар деп, өзінің еліне кеткен. Соған енді ол кезде ата-анамыз ойланған, шынында станцияның атын қалай қоямыз баламызға деп. Бірақ енді үлкен кісінің айтқаны ол заңдылық, өздеріңіз білесіздер бұрындар. Үлкен кісінің айтқанын орындаған, атым сол Бейнеу деп қойған. Біздің тосын сұрақтарымызға тосылмай жауап бергеніңіз үшін көп-көп рахмет.